Атырау облысында жарықтың жиі сөнуі соңғы жылдары қалыпты жағдайға айналып барады. Оның басты себебі өндірілген электр энергиясы жеткілікті болғанмен, оны жеткізіп беретін желілердің тозығы жеткен. Өткен жаз бойы қала іргесіндегі Еркін қала, Өркен, Жұмыскер ауылдарының тұрғындары әкімдіктің табалдырығын тоздырды. Тіпті қала ішіндегі ықшам аудандардың өзі шіліңгір шілдеде тоқ көзден ажырап, қыруар азық-түлік пен тұрмыстық техникалары жарамсыз күйге түскенін ашына айтады. Биыл қыста облыстың электр энергиясына тапшылығы мүлде асқынды. Наурыз айының 5-нен бастап 6 күн бойы Құрманғазы ауданы түгелдей жарықсыз қалған еді. Әзір жағдай әупірімдеп қалыпқа түсті. Жалпы облыстағы электр желілерінің 70%-ның тозығы жеткен. Етші 4 мекемесіне қарасты электр желілерін қамтамасыз етуде соңғы уақыттарда желілердің тозу деңгейі 60-70% болуына байланысты және де апаттық жағдайлар желілеріне байланысты бұл мәселені шешу бағытында жалпы құны 5-5 миллиардты құрайтын 14 елді мекендердің электр желісінің құрылысы жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Қазіргі таңда бұл жұмыстар кезең-кезеңмен жұмыстар жүргізілуде. Ал Батыс Қазақстан облысындағы Бөрлі ауданында электр желілерінің 93% тозып тұр. Толасып жауын-шашын немесе қатты желді күндері Пугачев ауылы жиі жарықсыз қалады. Әсіресе қытымыр қыста жағдай қиын. Әр үйдегі жылу қазандығы электр желісімен істеп тұрғандықтан сымдар үзілсе баспаналарды суық тартады. Дәл осы елді мекен іргесінде сүт фермасы орналасқан. Агроқұрылымдағы техникалық жабдықтардың барлығы электр қуатына тәуелді. Инженерлік желідегі ақаулар өндіріске де зардабын тигізеді. Өткенде ауа райының қолайсыздығынан 2 күн қатарынан 2 рет жағдай болды. 4 күн свет жарықсыз отырдық. Қораның ішін тазартатын аппараттардың бәрі олар үлкен жоғары киловаттпен жұмыс істейді. Сол себептен оны генераторға қосу мүмкіндік жоқ. Артынан әдейі техника, спецтехника жалдап, соның бәрін кейін орнына келтірдік. Оның өзі маған қомақты қаражатқа шықты. Бұл Успен ауылдық округі, Пугачев ауылдық округі, Бөрлин ауылдық округі және Кентөбе ауылдық округі. Осы ауылдық округтерде сонымен бірге біздер Ақсай қаласының 7-ші, 9-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші және строительный 4 шағын аудандарының электр желілерін жаңарту жұмыстарына жобалық сметалық құжаттама дайындаймыз. 5 жобаны биыл дайындасақ, келесі жылы мемлекеттік сараптамадан өткізсек, содан кейін қаржы бөлуге қаражат сұраймыз.